Сіз дүкенде затты бүлдірдіңіз. Не істеу қажет? Дүкендегі өнімнің қауіпсіздігі үшін қызметкерлер мен дүкен иесі жауап береді. Егер сіз затты бүлдірген болсаңыз, онда дүкен зиянды өтеуді талап етуі, сіз бас тартсаңыз, сотқа жүгінуі мүмкін. Бірақ сіздің кінәңіз жоқ болса, сол жерде дәлелдеуге құқығыңыз бар. Егер дүкендегі сөрелер дұрыс орналастырылмаса, тайғақ еден немесе тауардың қауіпсіздігі үшін тиісті шарттармен қамтамасыз етілмесе, онда сіздің зиянды өтеуден бас тартуға құқығыңыз бар. Сізді сол жерде келтірілген залалды өтеу мақсатында ұстау заң нормаларына қайшы келеді. Бірақ ірі залал келтірілген жағдайда мән-жайларын анықтау үшін дүкен қызметкерлері полиция шақыру немесе сізді полицияға апару мүмкін.